Аңыз. Астың бетін ашық тастама. Ертеде бір кейуана болыпты. Ол аяғы ауыр әйелдердің босануына жәрдемдеседі екен. Әйелдер қолы жеңілдеп оның алдына жиі келеді көрінеді. Бір күні түн ортасында оның есігін біреу қағады. Кейуана есікті ашса ешкім жоқ. Кемпір қағыс естіген шығармын деп төсегіне қайтып келіп жатады. Бірақ оқиға дәл осылай 2 рет қайталанады. 3-ші ретте есік алдында тұрған ақбоз атты кісіні көреді. Түр-тұлпаты бөлек, өзгеше екен. Жақын маңайдың кісілеріне де ұқсамайды. Бір жас келініміз босана алмай жатыр. Соған жәрдем сұрап келдім. Жәрдем берсеңіз, дейді ол. Кемпір келісіп жолға шығады. Апа, көзіңізді тарс жұмыңыз. Біз бергенше ашпаңыз. Әйтпесе майып боласыз, дейді. Кемпір көзін тарс жұмып отырады. Жолда күрсілдеген сылдырған оқыс дыбыстар шығып, зәресін ұшырады. Бір жерге жеткенде, апа, көзіңізді ашыңыз, деген дауыс естіледі. Қараса, бір үйге келіпті. 4 жас келіншек босана алмай қиналып жатыр екен. Кемпір оны аман есен босандырып алады. Нәрестенің кіндігін кеседі. Баланы шомылдыратын су әкеліңдер, дейді. Өзін ертіп әкелген кісі қазір дейді де біраз уақыт соң жоғалып кетеді. Сәлден соң су емес, бір шара сүт әкеледі. Кемпір түсінбей таңғалады. Баланы шомылдырып жатып қараса, шара көршісінің сүт құятын ыдысына ұқсайды екен. Кемпір секем алып қалады. Басқаларға білдірмей сақинасын сүтке салып жібереді. Бәрі біткен соң, олар бөпені шомылдырған сүт пен тостақты қайтадан алып кетеді. Үй иелері оған мол сый-сияпат беріп, үйіне әкеліп тастайды. Кемпір таң атқанша көз ілмейді. Ертесіне түндегі шараны еске тексеру үшін көрші үйге барады. Таныс ыдыс көзіне оттай басылады. Ішінде сүт тұр екен. Ол сүтті сүзіп, сақинасын тауып алады. Сол кезде барып түндегі бейтаныс кісілердің жын пері екенін түсінеді. Көршісіне болған жағдайды баяндап, сүтке жын баласының шомылғанын айтады да, сүтті адам аяғы баспайтын жерге төктіреді. Көрші үйдің келіні бұрыннан салақ еді. Ырым-тыйым талаптарға жеңіл қарайтын. Майлықтары мен жаулықтары айлап апталап жуылмайтын. Кешкі астан соң ыдыс аяғын жууға ерініп жата салатын. Үйдегі ас-ауқаттың бетін бүркеп жатуға да ерінетін. Сол күні түнде сүттің бетін жаппастан жатып қалыпты. Оның ашық-шашық ыдыстарын жын-жыбырлар жалап кетеді екен. Соның кесірінен үйінің берекесі қашып, байы еселеп мал тапса да бақуатты өмір сүрмейтін. Осыған байланысты ел ішінде түнге қарай сүт пен суды ас-ауқатта ашық тастамау, ыдыс-аяқтар жауып жүру туралы ырым-талаптар көбейген екен. Аңыз. Бір кедей күні бойы жұмыс істеп қатты шаршайды. Бір арша ағашын әрең кесіп жерге құлатқанда, жоғарғы жағынан 2 жұмыртқа домалап түседі де жарылып қалады. Біріншісінен бүркіттің балапаны шығады. Ол лезде өсіп, адам бойымен бірдей болып, 2-ші жұмыртқа жарылғанда, одан алтын жүзік шығады. Бүркіт қанатын қағып алады да кедейге қарап, «Ей адам, сен мені құтқардың, мен саған мынау алтын жүзікті сыйлаймын. Бұл сиқырлы жүзік. Бірақ жүзіктен өміріңде бір-ақ рет тілей аласың. Тілеген соң, ол жүзік өзінің сиқырын жоғалтып, жай жүзікке айналады. Сондықтан тілегіңді айтпастан бұрын жақсылап ойлан, әйтпесе кейін өкініп жүресің», дейді. Осыны айтып бүркіт ұшып кетеді. Екінші қуаныштан жүрегі жарылардай болып үйіне қайтады. Жолда зергердің дүкеніне соғып, зергерден өз қолындағы жүзіктің қанша тұратынын сұрайды. Зергер: «2 алтындай болып қалатын шығар», дейді. Кедей қарқылдап күліп жіберіп, бұл жүзіктің сиқырлы екенін, оған ешбір баға жетпейтінін айтады. Зергер қара жүректі арам адам еді. Ол өзінің үйіне кедейді қоярдай қоймай қонаққа шақырады. Үйінде ұйықтап жатқан жерінде екіншінің жүзігін ұрлап алып, соған ұқсас жай жүзікті салып қояды. Келесі күні кедей байғұс жөніне кетеді.
Зергер есік терезесін мықтап бекітіп алып, 100 000 алтыным болса деуі мұң екен, үстіне алтындар жауа бастайды. Зергер жанталасып арлы-берлі қаша бастайды, бірақ есікті аша алмайды. Дүние қоңыз зергер алтынға көміліп өледі. Алтындарын көршілері бөлісіп алады. Ал қайырымды егінші болса, әйеліне жүзікті көрсетіп, Алла тағала бізге рахметті, енді қалаған тілегіміз орындалады дейді. Сонда әйелі, біз жер тілейік, егістікке жер жетпей жүр ғой дейді. Жоқ, 1 жыл тырмысып еңбек етсек, жерді өзіміз ақ сатып аламыз дейді күйеуі. Сол жылы өнімдер мол болып, жер сатып алады. Екіншінің әйелі, енді жүзіктен ат пен сиыр тілейік дейді. Соны да жүзіктен сұраймыз ба? Тағы 1 жыл ерінбей еңбек етсек, оған да қол жеткіземіз дейді кедей. Келесі жылы ат пен сиырды сатып алады. Әйелі тағы да, бұрын сен Алла тағалаға жалбарынып тілек етуші едің, Алла тағала тілегіңді берді. Қазір патша боламын, зәулі сарайда тұрамын десең де, бәрі өз қолыңда. Шаршап шалдығып жүргенше рахатқа батып тыныш отырмайсың ба дейді. Сонда егінші тұрып, біз әлі жаспыз, өміріміз алда, Аллаға шүкір, бізде қазір бәрі бар. Жүзіктен бір тілек сұрасақ, сиқырын жоғалтады. Алдымызда қиын жағдайлар тап болмайтынына кім куә? Бізді қандай сынақтар күтіп тұрғанын қайдан білеміз дейді. Ерлі зайыптардың арасындағы келіспеушілік осымен бітеді. Кедейдің қоймалары жыл сайын астыққа толып, бақытты да байқуатты өмір сүре бастайды. Жылдар зуылдап өтіп жатады. Адал еңбекпен өмір сүрген егінші де өмірден өтеді. Жерлейтін кезде немерелерінің бірі қолындағы жүзікті шешіп алмақшы болады. Екіншісі оған қарсы болып, атамыз өмір бойы бұл жүзікті қатты қадірледі. Өзі үшін аса қымбат ескерткіш болса керек. Өзімен бірге кеткені дұрыс болар дейді. Осылар үйге бақыт пен байлық әкелген жай жүзік егіншімен бірге көміледі. Аңыз, сынақтардан сүрінбеген кедей. Кедей жұмысшы бір күні жұмысынан қуылды. Оның үстіне бала шағасы да 3 күннен бері нәр татпағанды. Күн көретін басқа табыс көзі де жоқ. Қай жерге барса да жұмыс жоқ деген бір ғана сөзден әбден ығыр болды. Ішектері шұрқыраған бала шағаларының жағдайын әйелі де қайта-қайта тілге тиек етіп, құлақ етін жеп бітті. Қайтсын, қолдан келер қайран жоқ. Ең соңында әйел келін болып түскенде таққан әдемі орамалын еріксіз күйеуінің қолына ұстатты да, мынаны бір сатып көр, қаншаға өтсе де мейлі, бала шағаны қашан қыз ашыстаймыз. Аллах тағала жомарт қой, бір ретін келтірер деді. Күйеуі қысыла қымтырыла әйелінің сындықта жатқан су жаңа орамалына амалсыздан қол созды. Орамалды 2 дирхамға саттып үйіне қайтты. Қолындағы ақшасына жолай базарға соғып, бала шағасына тіске басар бір нәрселер алмақ болды. Бірақ базарға жақындағанда жол үстінде отырған қайыршыны көрмей өту мүмкін емес еді. Дауысы да сүйектен өткен ащы, зарлы еді. Қайыршы өткен кеткенге қол созған күйі, Аллах разылығы мен пайғамбар сүйіспеншілігі үшін қолымды бос қайтармағайсыздар. Маған көмектесу арқылы Аллах тағаланың мейіріміне қол жеткізі келетін адам жоқ па? Өте бір мұқтаж жанмын, деп тынбастан жалына дауыстап тұрды. Әлгінің сөздеріне шыдай алмай, көп ойланбай-ақ, қалтасындағы орамал сатып тапқан 2 дирхам ақшаның бәрін әлгі қайыршының қолына ұстатып кете барды. Алайда біреуін берсе де нағыз қиямет қайым енді басталды. Өйткені өз бала шағасының аш отырғаны анау. Алдынан әйелі шыққанда не айтарын ойлағанда 2 беті дуылдап, демі құритындай сезінді. Не болса да көре жатармыз деген оймен алдымен мешітке соғып намаз оқыды. Мешіттен шығып үйіне беттеді. Әкелері кешіккен сайын тіске татыр бірдеңе әкеле жатқан болар деп үйдегілердің де үміті арта түскен. Ішке кіргенде бәрі жәутеңдеп бұның қолына қарасты. Әкелері басын төмен салып жатқан күйі болған жағдайдың бәрін әйеліне жасырмай айтты. Әйелі күйеуін тыңдап болғасын. Бопты,
Барақшамыз Аллах жолында кетсе, қайта Аллах оны еселеп қайтарар. Ол асқан жомарт емес пе? Не де болса дұрыс істепсің, деді. Таң атқанда әйелі күйеуіне бұл жолы төркіні сыйлаған сағатты берді. Ал енді осыны сат та үйге азық болар бірдеңелер әкел деді. Күйеуі сағатты базарда қас қарайғанша тұрса да сағатты сұраған жан болмады. Үйіне бос қайтуға қысылып тұрған, қолындағы соңғы барлықтарын дәл өзі секілді өткізе алмай тұрған балықшыны көрді. Сөйтті де оған жақындап: «Әй саудагер, менің сағатымды, сенің мына балықтарыңды да ешкім алар емес. Кел, одан да 2 балығыңды менің сағатыма айырбаста» дейді. Айқайлай алушы таппай тамағы ауырған саудагер де 2 сөзге келместен 2 балығын сағатқа айырбастап тез үйіне қайтқанды жөн көрді. Бұл жолы үйіне қуанып келген күйеуі әлгі балықтардың бірін пісірмек болып жарғанда ішінен жарқыраған жақұт шыға келді. Бұны көргенде кедей байғұстың есі шыға қуанды. Дереу әйелі екеуі зергерге барып көрсетеді. Зергер бұл жақұттың өте бағалы екенін, егер дәл қазір сатса 14.000 дирхамға алуға әзір екендігін айтады. Аллах оларды аяқ асты мол несібеге бөлеп қиыншылықтан құтқарды. Зергерге әлгі жақұтты 14.000 дирхамға сатқан күйі үйлеріне құстай ұшты. Әп-сәтте-ақ үй ішінде шаттық орнады. Бәрі отырып Аллах тағалаға шүкір айтысты. Дәл осы кезде есік алдына бір қайыршы келді. Әлгі қайыршы бұларға қарап: «Ей мейірімді жандар, Аллах тағала сендерге нәсіп еткен нәрседен маған да беріңдер», деп жалынды. Бұны естіген күйеуі бірден далаға жүгіре шыққан күйі: «Біздің бірнеше күннен бері аш отырғанымызды көрген Аллах тағала бізге аяқ асты 14.000 дирхам нәсіп етті. Ақыры Аллах тағаланың разылығы үшін сұрап тұрсаң, мен саған сол ақшаның тең жартысын әкеп берейін. Қазір келем, тұра тұр», деп үйіне асыға кірді. Айтқандай жарты ақшасын алып есік алдына шықты. Үй иесі жаңа ғана өзін күтіп тұрған қайыршыны таппай қалды. Әрі-бері қайыршыны іздеді. Ұшты-күйлі жоқ. Үйіне келді. Неше күнгі аштық ұмыт болып, шұрқыраған балалардың да іштеріне ел қонып, қолға да көп ақша түскендіктен отбасының бүгінгі қуанышы шексіз еді. Сол күні түнде үй иесі түсінде әлгі есік алдына келіп жоқ болып кеткен қайыршыны көрді. Одан неге күтпей кетіп қалғандығын сұрады. Сонда ол: «Мен жай бір қайыршы емес, Аллах тағаланың тарапынан сені сынауға жіберілген періште едім. Кешегі орамал сатып тапқан 2 дирхамыңды де сен көзін қиып бала шағаңның аузынан жырып маған бергенсің. Сол күнгі жақсылық құмарлығың мен ақ пейілің үшін Аллах тағала саған жақұт сыйлады. Ең соңғы рет тағы сынады. Мен қайыршы кейпінде есігінің алдына қайта келдім. Ал сен болсаң, дархандығыңа тағы тәнті еттің. Аллах разылығы үшін деп тапқан дирхамның жартысын бермекші болдың. Аллах тағала сенің осы бір екінші жомарттығың үшін о дүниеде жұмағын сыйға тартпақ. Аллах разылығын тілеп, неге де болса бара алатын сен секілді мұсылмандар не деген бақытты десеңші, деп жауап қайтарыпты.